Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Здравствуйте, учащиеся 5 класса. Начинаем урок казахского языка. Тема урока сабақ тақырыбы «Маған қазақ әндері ұнайды». Мне нравятся казахские песни. Оқулықтың 87-ші бетін ашамыз. Открываем 87-ю страницу учебника. Новые слова. Жаңа сөздерді жаттайық. Мұра, наследство, наследие. Қошемет, аплодисменты. Осы уақытқа дейін, до этого времени. Көңіл күйі, настроение. Сезім, чувство. Оқулықтың 88-ші бетіндегі 4-ші тапсырмаға қараймыз. 88-я страница учебника, 4-е задание. Мәтінді тыңда, оқы. Түсінгеніңді баянда. Прочитай текст. Прослушай его. Расскажи, что ты понял. Ән халықтың мұрасы. Ән өнер. Ән адамның көңіл күйі, қуанышы, сезімі. Менің ұлтым орыс. Маған қазақ әндері ұнайды. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Мен де анаммен қосылып ән айтамын. Мен Атамекен әнін жақсы көремін. Ол патриоттық ән. Атамекен туған жерге арналған. Бұл ән 1970 жылы жазылған. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Хасанғалиев орындайды. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстанды сағынады. Атамекен туралы ән жазады. Әннің сөзін ақын Қадыр Мырза Әлі жазған. Атамекен әнін халық жақсы көреді. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық орнынан тұрып бірге айтады. 1970 жылы Ескендір Хасанғалиев Швеция елінде осы әнді айтады. Стокгольм қаласының адамдары Атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиевке үлкен қошемет көрсетеді. Қазіргі кезге дейін бұл әнді бәрі айтады. Атамекен Қазақстан халқы сүйіп тыңдайтын ән. Өйткені Қазақстан бәріміздің ортақ атамекеніміз. Сен Атамекен әнін білесің бе? Кел, қосылып айтайық. Песня – наследие народа. Песня – это искусство. Песня – настроение человека, радость, чувство. Я по нации русский. Мне нравятся казахские песни. Моя мама хорошо поет казахские песни. Я подпеваю маме, когда она их поет. Мне нравится песня «Атамекен». Это патриотическая песня. «Атамекен» – песня, посвященная Родине. Песня была написана в 1970 году. Песню «Атамекен» исполняет народный артист Республики Казахстан Ескендір Хасанғалиев. Когда Ескендір Хасанғалиев находился за границей, то очень скучал по Казахстану. Тогда он и написал эту песню. Слова песни написал поэт Қадыр Мырза Әлі. Народ любит песню «Атамекен». Когда Ескендір Хасанғалиев исполняет ее, зрители аплодируют стоя. В 1970 году Ескендір Хасанғалиев исполнил эту песню в Швеции. Жители Стокгольма приняли с большими почестями Ескендіра Хасанғалиева, который исполнял «Атамекен». До сих пор все поют эту песню. «Атамекен» – любимая песня народа Казахстана, потому что Казахстан – наша общая родина. А ты знаешь песню «Атамекен»? Давай споем вместе. Ал енді оқулықтың 89-ші бетіндегі 8-ші тапсырмаға қараймыз.
89 страница, 8 задание. Мәтін бойынша кестені толтыр. Заполни таблицу по тексту. Атамекен әні. Песня «Атамекен» какая? Что можно сказать об этой песне? Выпишите из текста нужные слова, заполните таблицу. На этом сегодняшний урок заканчивается. Я предлагаю вам прослушать песню Ескендера Хасангалиева «Атамекен», записать в тетради задание номер 8. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.